Ертең деген сөзді көп қолданатын адам кедей, жолы болмағыш, ауру адам. Бос уақытымды тиімді пайдаланғанымның арқасында мен қазір баймын. Қазіргі күндегі ең басты қатер әрекетсіздік. Бастыққа немесе ірі компанияға жұмыс істеу ақша мәселесін шешпейді. Үлгілі оқы, сосын беделді компанияда жұмыс істей аласың, кедей әке. Үлгілі оқы, сосын беделді компанияны сатып ала аласың, бай әке. Мектептер сенімді жұмысшыларды дайындайды, жұмыс берушілерді емес. Ақшаға деген құмарлық бар жауыздықтың тамыры, кедей әке. Бар жауыздықтың тамыры ақшаның тапшылығы, бай әке. Табысқа жетудің кілті өзгелердің көрмегенін көре білу. Мүмкін емес сөзі сіздің шамаңызға тосқауыл қояды. Не істесем болады деген сұрақ миыңызды жұмыс істетеді. Сіздің миыңыз барлығын істей алады. Мысалы, қол жаттыға алмайтынын, аяқ әлсіз екенін, іш май басқанын білмейді. Оның бәрін білетін ми. Сондықтан ең бастысы өз-өзіңді сендіре білу. Өмір ақша мен уақыттың ойынынан тұрады. Әрбір адамға жаны қалайтын ісімен айналысу үшін қол, аяқ, бас және аптасына 168 сағат берілген. Біз өз әдеттеріміздің құлымыз, әдебіміз түзелсе, өміріміз де өзгереді. Адамды кедей қылатын сылтау. Ең бағалы нәрсе уақыт. Адамдардың көбі оны дұрыс пайдалана алмайды. Уақытын өзін емес, өзгені байытуға жұмсайды. Өзгеге берген ақшаң өзіңнен бұрын соларға қызмет атқарады. Мәселе сіздің қанша ақша тапқаныңызда емес, қанша ақша жинағаныңызда және оның сіздің қанша ұрпағыңыздың пайдасына жарайтындығында. Бүгінде миллиондаған адам болашағы жоқ жұмысқа күш жұмсап, ақшасын бос құртумен айналысуда. Өміріңді өзгерткің келсе, бірінші ойыңды өзгерт. Кедей және жағдайы орташа адамдар үшін ақша жинау жақсы кеңес, ал байлыққа жетемін деушілер үшін түкке тұрғысыз ақыл. Сылтау деген өз-өзіңді алдау, бала сияқты қыңқылдап, наразылық танытуды доғару керек. Сылтау адамды кедей қылады. Егер өз өміріңді басқарғың келсе, ақшаны қалай жұмсағаныңның есебін білуің керек. Егер олай істей алмасаң, ақшаңды басқа біреуге, яғни зейнетақы қорына бергенің дұрыс. Адамдар жеңілістен қорыққандықтан жеңіледі. Ақшаңды жұмыскеріңдей көріп, оған жұмыс тауып бер. Ақшаға қамқор болсаң, ол да саған адалдығын көрсетеді. Ал өзін орынсыз шашып сыйламайтын адамдарға ақшада үйір болмайды. Сәтсіздік сені жетістікке жетелейтін бір жол. Сәтсіздіктен қашатын адамдар жетістіктен де қашады. Тамаша көлік пен үй сенің әлі жеткілікті бай немесе ақша табу икеміңнің мол екендігін білдірмейді. Мені ақша қызықтырмайды, немесе әңгіме ақшада емес деп кедей әкем айтатын. Ал бай әкем ақша бұл билік деп өз пікірінен қайтпайтын.